Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен Салтанат Мәдениет. Менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі слетки тоқып үйренетін боламыз. Күнделікті үйге киюге арналған слетки өте қарапайым тоқылуы, тек оң теріс тоқып білсеңіз болды. Жаңадан бастаған тоқыманы енді үйреніп жатқан қыздар үшін де өте тиімді, үйреніп кете аласыз. Міндетті түрде мен оған гарантия беремін. Ал ең алдымен бізге керек заттармен танысатын болсақ, менде жіп Alize Lana Gold 100 метрде 100 грамм 240 метр, 51% акрил, 49% шерсть, цвет номері менде 221. Так, сантиметр керек болады бізге өлшемге. Және де специи менде чулочный специи номері 3/5. Және де жіп айтып кеттім, я. Так, тағы да айтарым, бұл носочек слеткиді ең алдымен қай жерінен тоқып бастаймыз дегенде, ең алдымен резинасынан бастаймыз. Яғни арты тігілген бізде, сондықтан ол былай басында бізде резина ашылып тұрады. Осы резинадан бастаймыз, одан кейін мына тобықтың бөлігін тоқимыз 7 қатар, одан кейін алдын тоқимыз. Одан кейін мына жанын тоқылады. Мына 1, 2, 3, 4, 5 ряд көрініп тұр ғой, осы жаны. Ең соңында табаны мына жақтан бастап бұлай тоқылып әкеліп, мына жерде бекітіледі и осылай тігеміз. Осындай ғана қарапайым слеткиді тоқып үйренетін боламыз қазір. Так, қыздар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, тоқыманы жақсы көретін достарыңызбен бөлісе кетіңіз міндетті түрде, және қандайда бір мастер-класс күтесіз бе жазып кеттіңіз, мен салуға тырысатын боламын. Так, ендеше ілмектерімізді іліп бастайық. Бұл слетки менде 37-38 размерге арналған, 36-ға да болады даже. Мен өзім 38-ші, өзіме арнадым, 38-ші размерге тоқыдым. Менде негізі 37-38 сондай болып тұрады. Слеткиді мен 37, сол 38-ге шақтап тоқыдым. Әдетте менде аяғым узкий, сондықтан да мен табанына қатты бермедім. Бірақ жіп әрине созылады, сондықтан бұны 38, 37, даже 39-ға да келуі мүмкін. Ал ендеше ілмектерімізді іліп алайық. Мен алдымен резинасына 50 ілмек аламын. Ал сіз тура осы Lana Goldпен тоқитын болсаңыз, бірақ 36-шы размер керек болса, сізге мен кеңес беремін 48 ілмек алыңыз деп. Ал 37-38 размерге 50 ілмек жеткілікті. Так, ілмек алуды білеміз. Үстінен өткізіп, ең қарапайым жолы. Саусақпен, сұқ саусақтың, бас бармақпен сұқ саусақтың астынан іліп шығарамыз. Асықпай бір көрсете кетейін, мүмкін жаңа бастаған қыздарға. Осылай 50 ілмек іліп алыңыз, одан кейін резинаны оң теріс тоқып бастаймыз. Примерно 14 қатар. Мен 50 ілмекті өткізіп алдым, және бір специяды шығарып алдым. Енді оң теріс тоқитын боламыз. Бірінші ілмек кромочный просто іліп аламыз, ары қарай оң теріс, мінекей осылай қатардың соңына дейін тоқисыздар, және соңғы ілмек бізде кромочный теріс тоқылады. Және де мен қазір тоқталмаймын қыздар, оң теріс өстіп тоқи бересіздер да. Мына соңғы ілмек бізде қазір теріс біту керек. Соңғы мына екі ілмекті
мынау теріс бітеді. И соңғы кромочный тоже теріс тоқылады. Сонда екеуі де теріс болып тұр. Осы жері қалай болып кетті деп шатаспаңыздар. Екі теріс бірге келіп қалды ғой деп. Ол солай болу керек. Ештеңе етпейді. Одан кейін ары қарай айналдырып, сіз екінші қатар тоққан кезде мынаны просто іліп аласыз да, жаңағыдай. И оң теріс кете бересіз. Осылай біз мына 14 ілмек, 14 қатар, яғни резинаны тоқимыз. Қазір мен мінеки бірінші қатарды бастадым, бірінші қатар. Сіз осылай 14 қатар тоқисыз. 14 қатардан кейін сілеткейдің біз тобық тұратын жерін примерно мына жерді тоқып бастаймыз. Сәттілік. Мына жерді көрсетейін деп шештім, бірінші қатардың соңғы ілмегін, себебі шатасып қалама деп. Так, мына ілмек бізде міне терісі оң болды, оң. Значит, мынау теріс. А келесі кромочный ол обязательно теріс. Все, осылай. Бірінші ілмек қайтадан іліп аламыз. Ары қарай бізде уже оң келіп тұр. Демек, оң тоқимыз. Ары қарай теріс, оң. Бұл менде, опа, мына жер келіп қалды. Екінші қатар. Қазір енді мен осылай 14-ші қатарға дейін тоқим. Одан кейін 14-ші қатарда жолығатын боламыз. Мінеки, мен 14 қатар тоқып алдым резинасын. Енді біз мына жердегі мына тура тобықтың тұсындағы мына қатарларды тоқуымыз керек. Ол бізде мынандай теріс ілмектен 3, және оң ілмектен 3, так, 4, 7 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ең соңғы ілмек теріспен аяқталынады. Қазір біз 7 қатар осылай тоқып аламыз. Тек қана оң тоқимыз, Мына жағынан келген кезде де біз қазір бірінші қатар тоқып жатырмын. Бірінші қатар полный оң тоқимыз. Одан кейін мына жаққа аяқтағаннан кейін қазір мына жақтан бізде екінші қатар басталады, Осы екінші қатарда просто оң тоқисыз. Как мына бірінші қатарды тоқып жатқан сияқты просто оң тоқып аласыз. Осылай біз 7 қатар тоқимыз. 7 қатардан кейін ары қарай сілеткейдің алдын тоқитын боламыз. Ол жерін мен тағы да көрсетем. Ал оған дейін осылай 7 қатар тоқып алыңыздар. Мен мінеки өзіме керек биіктікте тоқып алдым. Мен қазір өлшеп көретін болсам, менде сантиметрмен примерно 6,5-нан асқан 6,5-7 сантиметр болып тұр. Менде мында спице қысқа болғандықтан жиырылып тұр. Сол себептен де кішкене биіктігін дұрыс көрсетпей тұр. Қазір менде бұл оң беті. Менің бастаған жібім оң қолымда. Мына жерде оң солын қарасақ, мына алдын қарағанда міне тегіз, әдемі болып тұр, ал артынан қарағанда ондай емес. Значит, осы біздің жаңағы жібімізді бастаған жеріне қарап, біз қайсы ішкі беті, қайсы сыртқы беті екенінде ажыратуымызға болады. Ендеше тоқып бастайық ары қарай. Бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар тоқылды. Мен негізі 7 деп айтқан едім, 7 емес 6 қатар тоқимыз. Енді бізде общий менде қазір 50 ілмек болды. Қазір 50 ілмек бар. Енді мен алдын тоқу керекпін сілеткейдің. Менде алды 14 ілмек. 14-тен үлкен болса, онда ол кең болып кететін сияқты. Сондықтан мен үшін максимум 14 алыңыздар. Қандай размер болса да, екі жанын біз одан кейін тоқитын боламыз. Екі жанына сол 14 ілмектен 50-ден 14 ілмекті ортаға бергенде қалған ілмектерді екіге бөлесіз. Менде 18 ілмектен екі жанына, ортасына 14. Вот мына жаққа 18, мына жақта 18, ортасы 14 ілмек. Түсінікті, Ендеше бастайық. Қазір мен спицияға просто бірінші екі жанына беретін бірінші 18 ілмекті іліп алам. Тоқымаймын ешқандай, просто іліп өткізіп алам. 18 ілмек. Бұл менде бірінші жаны. Санап отырып 18 ілмекті өткіземіз.
Одан кейін екінші спицаға алып, ортадағы 14 ілмекті аламыз. Сонда менде екінші жағында 18 ілмек қалу керек. 2, 4, 8, 10, 12, 15, 18. Мына жақта 18, мында 18 ілмек қалды. Енді бұл жерде біз қазір ортасын тоқимыз. Біздің тоқып атқан жібіміз мына оң жақта қалып қойды. Ол үшін сіздердің тоқып атқан негізгі жіптеріңіздің ішінен екінші ұшын алып тоқысаңыздар болады. Ортаны тоқу үшін, немесе мынандай ортасын алып, немесе кесіп алып тастап, жаңағы тоқып атқан жібіңізбен ары қарай жалғастыруға да болады. Мен солай жасаймын. Себебі ортасынан алған ыңғайсыз маған. Кесіп алып тастадым уже. Енді ортаны бастаймын. Ортадағы биіктікті бірінші ілмек біз ілмейміз, қыздар. Ол бізде кромочный ілмек. Бірінші ілмекті просто өткізіп аламыз, тоқымаймыз. Мен мына жерде тоқып көрсетіп жүрмін. Ары қарай екінші ілмектен бастап тоқимыз. Және ең соңғы ілмек теріс тоқылады. Оны уже біз білеміз, Ең соңғы ілмек теріс. Бірінші қатарды аяқтадық. Енді екінші қатар. Бірінші ілмек просто тоқымаймыз, өткізіп аламыз. Одан кейін ары қарай, как обычно, оң тоқи береміз. Және соңғы ілмекті теріс қып тоқимыз. Соңғы ілмек бізде теріс тоқылады. Кейін қосқан жібімізді байлап, мақтап бекітетін боламыз. Шық кетпес үшін, или қазір сразу бекітсеңіз де болады. Екі жанына міне кромочный ілмектер кейін бізге жан тоққан кезде керек болады. Сондықтан осылай бірінші ілмекті тоқымаймыз. Так, ары қарай менде биіктік 22 болу керек. Мына бастапқы 3 қатар тоқылған, одан ары қарай қазіргі санаған кезімізде осындай теріс ілмектер. Мен бағанада айтқам, осындай теріс ілмектерден бізде осылай 22 болу керек. Ал қатар санымен санасаңыз, ол сізде 44 қатар. Мен осылай теріс ілмек, теріс полоска сызықтармен осылай санайым. Одан кейін ары қарай мына 3 теріс ілмек тұр, бізде, яғни 6 қатар деген сөз. Бұл кезде осылай қысқартамыз. Ол кезде екі жағынан осылай узкий болып, кішкене носочкиміздің басы үшкір болып тұру үшін. Ал оған дейін біз қазір 44 қатар, немесе осындай полоска сызықтардан бізде 22 қатар шығу керек. Соған дейін қазір биіктігін көтеріп, өзіміз тоқимыз. Одан кейін ары қарай тағы да мына басындағы жіп қысқартылуын 6 қатарды көрсетемін. Мына жерде 6 қатар, екі жағынан 2 ілмектен қысқартатын боламыз. Ал қыздар, сәттілік, ары қарай өздеріңіз тоқисыздар. Бірінші қатарды, бірінші ілмекті просто іліп аласыз, одан кейін ең соңғы ілмекті теріс қып тоқимыз. Осыны ұмытпаңыздар, және де ортадағы ілмек саны бізде ешқандай азаймай керек, азаймау. Мен мінеке қыздар 22 қатар тоқыдым. Жалпы қатар санымен есептесең 44 қатар болады. Ал егер мынандай тек қана теріс қатармен санаған бізге ыңғайлы, осылай санаған кезде 22. Яғни мына жерде 3 еуісі ол баяғыдан бізде тоқылған еді. Ал осы 3-тен кейін ары қарай 1, 2, 3, 4, 5 осылай санай берсек, бізде мынандай 22 теріс қатарлар пайда болды. Енді біз ары қарай осы 22-ден кейін келесі тағы да айтам, қатар санмен санасаңыз, бұл тоққан кезде 44 болады. Мысалы 1, 2, 3, 4 деген сияқты. А мен просто мынандай теріс қатармен санап көрсетемін.
Так, енді қысқартамыз, чтобы басы бізде мынандай кішкене узкий болу үшін. Бірінші ілмек просто іліп аламыз. Ой, менде ілмек шығып кетті. Қазір. Енді келесі екі ілмекті бірге аламыз. Бізде қысқартылды, е? Так, келесі ары қарай жалғастырып тоқи береміз. Соңғы үш ілмек қалған кезде тоже басындағы секілді мына екеуін бірге аламыз. Ең соңғы ілмек бізде ең соңғы ілмек теріс тоқылады. Так, келесі екінші қатар айландырамыз. Бірінші ілмек просто іліп аламыз. Одан кейінгі ілмекті бірге алдық, екі ілмекті. Ары қарай соңғы үш ілмекке дейін оң тоқимыз. Соңғы үш ілмекте екі ілмекті бірге аламыз. Мінекей, соңғысы теріс. Так, бізде 3, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жеткілікті. Енді ары қарай просто оң тоқимыз. Бұл бізде қазір қысқартып болғаннан кейінгі бірінші қатар, просто оң тоқылған. Енді осылай, қазір бірінші қатар кетті, осылай екі қатар тоқимыз. Так, мынау екіншісі. Так, просто тоқып жатырмыз, өзгеріссіз. Мінекей, екінші қатар. Вот мінекей, уже мен екі қатар тоқыдым. Енді мына жақтағы кесіп тастаған жібімізге алып, мына жібімізді жалғаймыз, тағы да кесіп алып. Жаңағы бастапқы біздің қалдырып кеткен жібіміз, түсінікті ғой. Сол жіпке жалғап, ары қарай біз екі жағын тоқу керекпіз. Мен просто осылай байлап жалғаймын. Кейін бұл жіпті жақсылап жасыратын боламыз, көрініп қалмас үшін іш жақтан. Қазір осылай айландыра тоқимыз. Ол үшін мына жанындағы ілмектерден жіп қосамыз. Кромочный петля. Міне, көрдіңіз бе, осылай екеуінен бірге алып, жіп қосылады. Мына 18 ілмек ол тоқылады. Және де мына жерде менде санаған кезде қазір 23. Егер сіз менің өлшеміммен тоқып жатқан болсаңыз, сізде де 23 осындай кромочный ілмек болу керек. Міндетті түрде 23 болу керек. Тура осылай тоқсаңыз. Одан кейін екеуінің ортасында тесік қалдырмаймыз. Қазір оған мен тағы бір ілмек қосам, оны көрсетем. Так, алдымен мына 18 ілмегімізді іліп алайық. 18 ілмекті оң тоқимыз. Он 18 ілмекті тоқыдық. Енді мына ортадан, мына жерден тесік қалып қалмау керек, келесі ілмекке дейін. Сондықтан мына жерде бізде ешқандай ол кромочный емес, но дегенмен де біз жіп қосып аламыз тесік қалмас үшін. Қазір мен көрсетем мұны. Астынан екеуін бірге алып, вот екеуі осылай қосылған кезде сізде мына жақта тесік қалады. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы ортасынан және міне астыңғы жағынан прям көтеріп жіп қосамыз. Значит, бізде жанында жаңа 23-де бір жіпті қостық. Сонда бізде 24 ілмек жіп қосылу керек. Екі жағын бірдей қылыңыз. Егер 23 болса, екінші жағында 23, 24 болса, екінші жағында 24. Кеммеу керек, себебі бір жағы не то болып, үлкен болып шығып қалуы мүмкін. Ары қарай міне уже көрініп тұр бізде ілмектер. Осылай соңына дейін 23 ілмегіңізді іліп аласыз. Екеуінен бірге аласыз, екі ілмектен. Осылай немесе астынан біреу, бұлай үстінен біреу алуға болмайды, онда тесік болып қалады. Сондықтан екеуісінен бірге аламыз. Соңына дейін. Осының бәрінен аламыз. Осылай бізде прям білінбей, көрдіңіз бе, солай шығу керек.
соңғы ілмекке дейін өздеріңіз енді осыны аяқтаңыздар. Одан кейін мына басын және келесі жағын көрсететін боламын мен. Мына жағында да тура солай. Екінші жағында да мына ортадан жіп қосамыз. Өйткені біз ана бетінен де қостық, мына жағынан да қосу керекпіз. Бұл жақтан да тесік қалады. Екі ілмекті өстіп бірге алып. Үстінен міне осыны соңына дейін айландырып әкеліп аяқтаймыз. Мінекей мына жақта 24 ілмек іліп алдым. Менің спицейма мынау прям тығыз болып тұр. Так, келесі ары қарай жалғастырып, мына үстін тоқи береміз. Үсті өзгеріссіз. 10 ілмек па, 10 ілмекті оң тоқи бересіз. Үстін тоқып болдық. Оң тоқылады соңғы ілмекте, себебі мына жаққа жалғанады бізде. Так, ары қарай келесі мына екінші жақта тоже 24 ілмек іліп аламыз. Мінекей 2 3 4 5 осылай 24 ілмек ілінеді. Енді 23 ілмек іліп алдым қазір. Енді 24-ін мынау екі аралықтан бірге алам. Чтоб тесік қалмас үшін, түсінікті. И ары қарай жалғастырып, мына резина жақты тоқи бересіздер. 10 ілмек. Тек қана оң. Соңына дейін, соңғы ілмек бізде теріс тоқылады. Мінекей, теріс тоқылдық. И все, бізде осындай болып шығады. Менің мына специям қысқалау болғандықтан прям осылай тығыз болып тұр. Енді қыздар көрініп тұрғандай, бізге енді жанын көтеру керек. Слеткеміздің жанын көтеру керек. Мына жағын, мына үсті, мына жанны. Ол дегеніміз бізде мынау. Бізде бұлай қараған кезде қазіргі мына теріс қатарлар көрініп тұр. Осы 1, 2, 3, 4, 5 болу керек. Осылай 5 полоска шығу керек бізде. Мінекей. Енді бір қатар айналдырып бұлай қарай тоққан кезде қазір бірінші осындай полоскамыз шығады. Осындай жол шығады. Одан кейін ары қарай тоқи бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5 дегеніміз шамамен бір 10 қатар деген сөз. Ал мынандай полоскадан біз 5 шығарамыз. Одан кейін табанын тоқитын боламыз. Пока что айландыра осылай. Қазір мына жақтан біттік па? Бұлай қарай қайтадан айландырып тоқисыз. Одан қайта бұлай айландырасыз. Өстіп кезекпе кезек. Мынандай теріс полоскадан бізде 5 шыққанша тоқисыз. Мінекей қыздар, мен 5 қатар тоқыдым. 5 қатар болғанда мындай теріс қатардан 5, ал егер прям қатар санымен санасаңыз, онда 10 қатар. Мен олай санамадым. Мен басталғалы сіздерге айтып келе жатырмын. Мен мынандай теріс қатармен санағанда 5 осындай полоска шықты. Одан кейін мына жақта 5, мына жақта 5. Одан кейін жаңадан новый қатарды бастап, неге мына жақты тоқып полный бітірдім. Енді мына алдына келдім. Алдындағы 10 ілмегіміз бар. Осы 10 ілмекті тоқымас бұрын, қазір біз уже табан жасау керекпіз ғой. Жаны бізде дайын. Мына табан жасау керек. 10 ілмек бізде табанға аздық болады. Менің ойымша, өйткені кішкене ғана болады. Сондықтан мына жақтан 1 ілмекті қосамын. И мына жақтан 1 ілмекті қосып алам. Сонда ортада менде неше 12 ілмек болды. Мінекей, мен мына жақты уже тоқып алдым қазір. Енді мына басын тоқу керекпін. Бұл басында қазір бірінші ілмек менде мына жақпен бірге тоқылып қойған еді. Осыны босатып алам. Енді
новидан тағы бір бізімізді аламыз. Осы бізге мына басын тоқимыз. Яғни енді бұл уже бізде табан болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, енді 12-ші ілмек. 12-ші ілмекке келдік қазір. Неке енді уже соңғы ілмекке келдік. Мына бетіне өткіземіз ілмекті. И бізде мына оң бетіне қарап тұр, оң бетінде наоборот біз теріс тоқимыз. Сол кезде бізде әдемі шығады. Ар жағында, келесі ішкі жағын қарағанда бір оң сияқты узор шығады. Оң бетінде теріс, наоборот теріс бетінде оңғы ілмекті аламыз қысқартқан кезде. Осыны ұмытпаңыздар. Бізде санаған кезде 12 ілмек толық болу керек, қысқарып қалмау керек. 11, 10 болып деген сияқты. Менде мында ілмектер шығып кетіп жатыр, специ қысқа болғандықтан. Так, ары қарай келесі қатарды тоқимыз. Бірінші ілмекті просто өткізіп аламыз. Ары қарай оң тоқимыз. Соңғы бір ілмекке дейін. Соңғы ілмекті келесі специға өткіземіз. Және бұл бізде теріс беті. Байқасаңыздар нәскидің, сондықтан теріс бетінде екеуін бірге оң аламыз. Мына ілмек шаңаменде шыққан ілмек дұрыс ілінбеген. Осыны дұрыстап алып жүрейін қайтадан. Так, мінекей. Все уже алынды. Так, енді екі ілмекті бірге оң аламын. Айландырамыз. Менде сол 12 ілмек. Ешқандай өзгермеу керек, ілмегіңіз қысқармау керек. Так, мінекей. Жіп ыңғайлы болу керек. Келесі үшінші қатар бірінші ілмек просто іліп алдық. Ары қарай оң тоқимыз. Тек оң. Соңғы ілмекті жаңағыдай тоже жанындағы ілмекке қосамыз да бірге қысқартамыз. Оң бетінде, мінекей оң бетінде наоборот теріс тоқимыз, Түсінікті. Осылай қыздар қысқарта бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Тағы бір көрсетейін, бұл менде 4-ші қатар. Соңғы ілмекті жанындағы ілмекке қосамыз. Қосып, екеуін бірге теріс беті болғандықтан носочкидің мінекей, екеуін бірге оң етіп аламыз. Өстіп қысқарта береміз қыздар. 12 жіп, 12 болып қалу керек, өзгермеу керек, соған назар аударыңыз. Екі жанынан және үстінен бір ілмекті қосып. Жанынан қарағанда, осындай ішінен қарағанда оң зор шығу керек. Қысқартқан ілмегіңіз. Өстіп соңында мына жақта 5 және мына жағында 5 ілмек қалғанша қысқартамыз. Мінекей қыздар, менде мына жағында 5, мына жағында 5 ілмек қалды, ал ортада сол 12 ілмек. Енді біз қазір өкшесін кішкене кішірейтетін боламыз. Енді өзгеріс болады қысқарту жағынан. Осыны бір көрсетіп жүрейін дедім.
қазір мына жақта менде соңғы ілмек. Көрдіңіз ба, соңғы 2 ілмекті бірге аласыз. Тоқып келген кезде соңғы 2 ілмекті бірге. Одан кейінгі жанына қосып қысқартып жатқан бір ілмегімізді сол бұрынғыдай өзгеріссіз оң бетінде екеуін теріс бірге оң қып қысқартасыз. Келесі. Бізде мынандай іш жағынан оң полоска шыққан. Ары қарай мінекей оң тоқи береміз. Сол бұрынғыдай жаңағыны қайталап көрсетіп жатырмын мен. Соңғы міне 3 ілмек қалған кезде мына екеуісін бірге уже астынан біз екеуін бірге қысқартып жатырмыз, табан. Мына жанындағы қосылып жаңағыдан бері қысқартқан бір ілмекті сол бұрынғыдай қосып екеуін бірге қысқартасыз. Сонда біз 2 рет қысқартып жатырмыз, түсінікті ма? Жанынан бір, сол табанынан бір. 2 реттен қысқартып жатырмыз. Тағы бір көрсетейін. Оң тоқи береміз. Соңғы 3 ілмек қалғанша 3 ілмектің екеуін бірге, қалған бір ілмекті келесі ілмекке қосып, жанындағы ілмекке қосып, бірге қысқартамыз. Оң бетінде теріс алып қысқартамыз, Сөйтіп, осы жерде барлығын бізде қосқан кезде 4 ілмек қалу керек. 2 жаны полный бітіп, мына ортада 4 ілмек қалғанша қысқартамыз. 4 ілмек қалды. Мына жақ уже полный бекітіліп біткен. Мына жақта 1 ілмек қалған, Соны тоқимыз. Оң тоқимыз. Одан кейін мына ілмекпен мына ілмегімізді екеуін бірге сыртты болғанда оң тоқимыз. Енді бізде 3 қалды. Мына көрдіңіз ба? Мына жақта мына теріс, мына жақта мына теріс, ортада полный 1 ілмек қалды. Енді осы 3-еуін былай мына жаққа бітіп бізге ыңғайлап өткізіп аламыз. Енді үшеуісін осы 3-еуін бірден 1 ілмекке өткіземіз. 3-еуін бірден бірақ қысқартамыз. Жібімізді тартамыз. Кесіп алсақ болады. Осы жерден сразу жібімізді кесіп алам. Мынаны шығарып тастаймын. Енді мынаны инеге өткіземіз. Мінекей инеге өткізіп алдық, арнайы осындай тоқитын ине. Енді осымен мына жағын біз тоқып бітіреміз. Яғни тігіп десек те болады. Біз мынандай оң ілмектерден алмаймыз. Бізде көрдіңіз бе, әрбір мынандай теріс ілмектер бар, осындай полоскалар бар. Осы теріс ілмектің мына ең шетіндегі мынандай ілмектерінен аламыз. Ең шетіндегі. Мінекей, көрдіңіз бе? Мына жақтан алдық. Сырттан өзімізге қарай, екінші мына жағында. Мінекей, мына полосканың мына ең шетіндегі ілмегінен аламыз. Тартамыз қаттырақ. Келесі, мынау екінші полоска, міне осының мына шетінде көрініп тұр өзі. Осы ілмектен өткізіп аламыз. Одан кейін мына жақтағы екінші полосканы осының шетінен аламыз. Одан кейін мына үшінші полоскамыз, міне осының ең шетінен аламыз.
менде жібім шығып кетті. Осылай міне, келесі мынау. Бұның ең шетіндегі ілмек міне. Осылай кезек-кезек ала бересіз, және де мына резинаға келген кезде де солай мына жерінен аласыздар. Көрдіңіз ба? Осы ілмектерден алып тоқи бересіз. Мына жағы да солай. Мына жанда, мынандай көрініп тұрған ілмектен алмаңыздар, одан кейінгі мынандай жанындағы мына ілмектен алыңыздар. Содан кейін мына жағын бекітіп, аяқтаймыз, как мына бірінші біздің слетті тоққан сияқты қатты бір байқалмайды да. Өстіп тоқып шығамыз. Осымен біздің слетке дайын болады.